Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлем, сыйымдылық, көлемнің өлшем бірліктері. Соған байланысты есептер шығарамыз. Және бірден 4-ге дейінгі есептерді сыныпта шығарған болатын шығарсыздар, иә? Сол себепті 5-ші есептен бастап шығаратын боламыз. 5-ші есепте айтады, номері 5-ші есеп. Номер 5-те 34 литр мен 18 литрдің қосындысының мәні олардың айырмасының мәнінен нешеге артық дейді. Ол үшін бірінші 34-ке қосып аламыз 18-ді. 12 бір ойда, 3-ке бір қосамыз 4, ойдағымен 5, 52 шығады екен. Енді осылардың айырмасын табамыз. 34-тен 18 аламыз. 16 болады. 16. Енді бізден сұрап тұр, осылардың айырмасы, қосындысы мен айырмасының мәні бір-бірінен нешеге артық дейді. Сол үшін тағы 52-ден азайтамыз 16. Тең. Мәні 36 шығады бізде. Сонда қалды. 34 пен 18 литрдің қосындысының мәні айырмасының мәнінен 36-ға артық деп айтамыз. Номер 6-шысы. Теңдеу құр және оларды шеш дейді. Азайтқыш айырманың мәні дейді. Яғни оны былай теңдеп құрамыз. Y азайтылған 24, ол тең 63-ке. Y тең 63 қосылған 24 болады. Себебі 24 маяққа плюс болып өтеді. Y тең мені қосамыз. Мәні 87 шығады. Орнына қоямыз. 87 азайтылған 24 тең 63 болады. Екінші теңдеу. 45 азайтылған С тең 20. С тең 45-тен 20-ны азайтамыз. С тең 25-ке болады. Орнына қояйық. 45 азайтылған 25, ол тең 20 болады. Осыдан 20 тең 20. Мына жерде 63 тең 63 болады. Үшінші теңдеу. А азайтылған 42, ол тең 18-ге дейді. А тең, бірінші 18-ді жазып алайық, ал мына минус теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. А тең 18-ге 42-ні қоссақ, мәні шығады бізде 0, 4-ке 1-ді қоссақ 5, ойдағымен 6, 60 болады екен. Орнына қояйық, 60 азайтылған 42, ол тең 18-ге. Осы жерде 18 тең 18-ге болады. Жетінші есеп. Бізге айтады, бірінші жолға теңдіктер, екінші жолға, бірінші жолға теңдіктер мен теңсіздіктерді, екінші жолға санды және әріпті өрнектерді жазып. Бірге жазып қояйық. Теңдіктер және теңсіздіктер. Теңдіктер, теңдіктер мен теңсіздіктер жазайық. Міне, теңсіздік бізде. Міне, міне, теңсіздік бізде. Теңдіктер 8 минус Y, ол тең 3-ке. 9, 9 азайтылған 4, ол тең 5-ке. Бұл бізде теңдік. Келесі тағы бір теңсіздігіміз. Келесі теңсіздігіміз 3. 3. 5 артық 3-ке. Бұл бізде теңдіктер мен теңсіздіктер. Екінші,
бізде санды және әріпті өрнектер. Санды және әріпті өрнек. Оған жатады міне. С қосылған бізде санды өрнек. 20 қосылған 30, ол бізде әріпті өрнек. Келесі X азайтылған 20 әріпті өрнек. Және 60 азайтылған 20, ол бізде санды өрнек болады. Осымен 7-ші есеп бітті, енді 8-ші есепке келеді. 8-ші есеп дастан бөшкеден 19 литр су алып, оны астауға құйғанда бөшкеде 24 литр су қалды. Бөшкеде неше литр су болған еді? Шартын құрамыз. Номері 8-ші есеп. Бөшкеде 19 литр алынды. 19 литр су алынды. Қалды, бөшкеде қалды 24 литр. Табуымыз керек барлығын, ол үшін жасасақ болады. Жауабы шешуі бірінші. Шешуі барлығын табу үшін екеуін қосамыз. 24-ке 19-ды қосайық. 9-ға 4 қосамыз. 13, 3 1 ойда. 2-ге 1 қосамыз 3, ойдағымен 4. Жауабы 43 екен. Енді жауабын жазады. Жауабы бөшкеде 43 литр су болған. 43 литр су болған. Şimdi şartı yapacağız böyle. Şartı. 8-ci есеп olsun. Енді 9-ci есепке келеді. 9-ci есепте салыстыру екен. Литр мен литрді салыстырсақ, яғни 48-ден 84 литрді салыстырсақ, әрине 84 артық. 92 мен 29 литрлерді салыстырсақ, 92 артық. 23-ке 47-ні қоссақ, бізде шығады 70. Ал келесі бетін 24-ке 46-ны қоссақ, 70 шығады. Соны екеуі тең болады. Келесі 78-ден 29-ды азайтсақ қанша болады? Бізде 78-ден 29-ды азайтсақ, 78-ден 29-ды азайтсақ, 49 шығады. 49 шығады. Ал 77-ден азайтсақ, 28-ді. 49 шығады. Сонда екеуі тең. Келесі 10-шы есеп. 10-шы есепте сыйымдылықтары 10 литр және 3 литр болатын екі ыдыс берілген дейді. Онда бізде біреуі 10 литр, екіншісі одан кішкентай 3 литр екі ыдыс берілген екен. Осы ыдыстарды пайдаланып, 8 литр суды қалай алсақ болады? Оны былай жасасақ болады. 3 литрден 4 рет су аламыз. Сөйтіп, бізде 12 литр су шығады. Осы 12 литр суды 10 литрге құямыз. Сол кезде 12 литрдің 10 литрі ғана мына ыдысқа құйылады. Сонда бізде 2 литр 3 литрлік банкамыздың ішінде қалып кетеді. Енді мына 10 литрдегі суды басқа ыдысқа құйып қоямыз да, осы 10 литрімізге бірінші құямыз мына 2 литрді. Бірінші 2 литрді құямыз.
Сосын мынау бізде 3 литрлік банкі бар ғой. Осы 3 литрлік банкімен тағы да 2 литр су аламыз. Мынау бізде бірінші қадам еді. Екінші қадам енді 3 литр, осы 3 литр, тағы 3 литрлікпен 2 рет су аламыз. Сол кезде бізде 6 литр шығады. Яғни, банкінің ішіне 2 литрді, 10 литрге құйдық, осы кезде 2 литр су бар еді. Соған тағы 3 литрді қосам, тағы 3 литрді қосам, сонда бізде жиыны 8 литр су шығады екен. Сонымен балдар, бүгінгі біздің 30-ші сабағымыз, яғни көлем мен сыйымдылыққа байланысты есептер шығарылып соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.